Мұрагер. Бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып: «Мен қартайдым. Біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады. Әрқайсың маған байлықтарың мен ақылдылықтарыңды көрсетулерің керек», дейді. Үлкен ұлы асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп: «Міне менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды», дейді. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді де: «Мені осы түрімде көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді», дейді. Үшінші ұлы күміспен және алтынмен апталған белдігін буынады да: «Мұндай белдікті ешкім ешқашан буынып көрген емес», дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқайды да, ең кіші ұлына бұрылып: «Сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың?» дейді. Сонда кенжесі: «Менде асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, алтын мен күміспен апталған белдік те жоқ. Тек жұмысқа жарамды 2 қолым бар. Қайрат жігерге толы жүрегім бар», дейді. Шалға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды. «Жұмыс істей білген адам жұтамайды», деп өзінің кенже ұлын үй шаруасын басқаруға мұрагерлікке атайды. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді.